Кайырлуу күн, құрметті бизнес әріптестер, кайырлуу күн, құрметті менің YouTube-тағы оқырмандарым. Мен сіздермен әдеттегідей жүздесіп отырғанына өте қатты қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген ойдамын. Егер сіздерде барлығы жақсы болатын болса, мен әдеттегідей видео түсірілімін жалғастырамын. Менің бүгін мінекей видео түсірілімге түсетін өнім Тенчи корпорациясының емдік қасиеті жоғары төсемелері, яғни прокладкасы, лечебный прокладка жөнінде бізде әңгіме өрбітетін боламыз. Егер менің видеомна көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып, қолдауды ұмытпаңыздар. Мінекей, бұл прокладканың ішінде мінекей күндіз қолдануға арналған 10 қапталым, түнде қолдануға арналған 4 қапталым, 5 қапталым күнделікті салымшалар екен. Ол деп отқанымыз мінекей 5 упаковка ежедневка, одан кейін 4 упаковка ночной и 5 упаковка, 10 упаковка дневной прокладка екен. Осы бір коробканың ішінде 19 болады. Оның ішінде мінекей мынадай әрбір коробканың ішінде осындай тест болады, яғни бұл тест арқылы сізде өзіңізді тексеру арқылы қандай воспалительный процесс бар, қабыну бар ма, сол арқылы сіз тест арқылы өтіп білетін боласыз. Бұның ең бірінші көмектесетін несі ауа өткізгіш қасиеті бар екен. Одан кейін бізде қысымды төмендетеді. Сонан кейін бізде шаршауды басады, бактерияларды жояды, және мынау женскийдағы барлық диагноздардың барлығына бізде өте керемет көмектеседі. Бұны пайдаланған адам әдеттегідей өте шаршамайтын болады. Сонан кейін бұнда тағы да ең керемет көмектесетін несі, бізде бұны салып жүрсеңіз, воспалительный процесіңіз сізде өте баяу болады, яғни воспалительный процеспен выделение сізде жоқ болады, воспалительный процесс сізде кетіп қалады. Мінекей осындай керемет қасиеттері бар екен. Енді мен сіздерге әрі қарай осы прокладкаменен, біздің Тенчидің лечебный прокладкасы менен кәдімгі мінекей мынау Тенчидің прокладкасы, сонан кейін мынау кәдімгі біздің күнделікті бізде магазинде пайдаланып жүрген қыз-келіншектеріміз. Сол прокладкамен екеуінің айырмашылығын көрсететін боламын. Меніменен бірге болыңыздар, кеттік, эксперимент жасайық, достар. Міне, сіздер көріп тұрсыздар, осы прокладканың сіңімділігін қаншалықты, яғни менструальный циклға пайдаланған кезде қанды қаншалықты ұстап тұратынын барлығын көрсететін боламыз. Соны жасайық. Мінекей екеуінің судың мөлшері бірдей. Осы бірдей су мөлшерді біз осы екі прокладкаға құятын боламыз. Мені қарап тұрсыздар, мен міне жаңа айтқан суымды бірдей мөлшерде екеуіне құйып шықтым. Енді мынау Тенчидің прокладкасына қойдым. Енді бізде магазиндегі күнделікті қолданатын прокладканың қаншалықты сапасын тексеретін боламыз. Соған құйып жатырмын мінекей. Екеуіне де бірдей құйдым. Енді біз осыны, яғни менструальный циклді пайдаланған кезде соған келген нені қаншалықты дәрежеде ұстап тұра алатынын тексеретін боламыз. Мінекей екеуіне де бірдей су мөлшерді мен құйдым, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мінекей екеуіне де бірдей мөлшерде осының несін қаншалықты бүйтіп тексеретін боламыз суды. Салфетканы қойдым. Салфетканы мінекей қойып біз тексеретін боламыз.
Қараңыздар мінекей. Міне көріп тұрсыздар. Мына салфетканың суды сіңіріп тұрған жоқ. Яғни мына прокладка сіңіріп тұрған жоқ. Бұл деп отқанымыз сізге ешқандай пайдасы жоқ деген сөз. Сіңіріп тұрған жоқ. Қаншалықты су құйдық, мінекей сол нені біз алып тұрмыз. Сол суды қайтадан алып тұрмыз. Енді мінекей екінші жаңағыдай су мөлшерді құйдым. Тяншидікін тексеретін боламыз. Осы прокладканы мінекей. Ешқандай су жоқ. Мінекей, ешқандай су жоқ, өз көздеріңізбен көріп тұрсыздар. Мынау магазиннің прокладкасындегі жаңағы құйылған су сол күйінше мынаған шықты. Ал дәл сол мөлшерде мен суды құйдым, тағы да мен міне тексерем. Мінекей, мынау құп-құрғақ болып шықты. Бұл өте керемет, яғни сізді емдейді деген сөз. Қандай болмасын, неге пайдалансаңыз, сіз емделесіз. Бұның өзінің емделетін нелері бар. Қалай емделуге қалай салуға болатын, соның барлығын айтатын боламыз. Мінекей, көріп тұрсыздар, көздеріңіз жетті деген ойдамын. Егер менің видеом ұнап, әдеттегідей көңілдеріңізден шығып жатса, менің бүгінгі жасаған экспериментім Тяньшидің прокладкасымен магазиндегі прокладкаға өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ұнаған болатын болса, видеома тіркеліп, әдеттегідей қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздерге рахмет, сау, саламатта болыңыздар.